ортам кең, ортам жақсы болғандықтан өзімді де жақсы адам деп айта аламын. Бізді модель қылып Неге шақырмайды? неге шақырмайды? Иә. Менен көріп мотивация алғанын қалаймын. Енді қазірден айтып жатады қыздарды, сені мотивация аламыз деп. Өскеменде қалған мен үшін үлкен плюс болған сияқты. Сен ақшаның артынан қуалап жете алмайсың. Ол ақша келеді, ол кететін жеріне кетеді. Жоқ деп айту негізі маңызды ма адамға? Иә, өте маңызды. Қорықпаңыздар. Әр саланың өзінің бір қиыншылықтары болады, бірақ ол қиын деген сөз емес. Барлығыңызға сәлем. Бүгін деп айтасың ба подкастында сіздермен мен Гүлназ және менің қонағым Алина. Танысып кетсек, Алина, бүгін сіз бізге қонаққа келіп отырыңыз. Өз жайлы айтсаңыз, бізді өзіңізбен таныстырып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сыдықанова Алина. Мен қазіргі таңда 20 жастамын. Визажистпін және де өзімнің би тобым бар. Сол қазіргі таңда 3-ші курста қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында оқып жатырмын. Өте керемет. Алина, сіздің өміріңізде не бірінші пайда болды? Би ме, әлде визаж ба? Мен өмірімде негізінде осы бастауларда, табыс тауып бастаған кезде мен бірінші би саласынан бастадым. Мен негізінде кішкентай кезімнен бастап осы боянып сылаң қалған, кез келген жерде шошақайлап билеп жүретін. Нағыз қызбын деңізші. Иә, билеп жүретін сондай қыз болатын кішкентай кезімнен бастап. Кейін қалаға келіп оқуға түстім. Оқуға түспес бұрын 10-11 класста оқып жүрген кезде өзім 2 жыл қатарынан басқа бір би тобында өзім сол группада билеп ақша тауып жүрдім. Кейін 2 жыл сол жерде билегеннен кейін өзімдікін ашам деген бір шабыт келді, ой келді. Өзім сол жыл ақша жинадым. Ата-анамның қолдауымен 17 жасымнан бастап сол жүгіріп 18 жасыма толдым, как раз сол кезде. Одан кейін ақшам бәрін жинап, өзім жалғыз пойызбен Алматыға кетіп қалдым. Вау. Киімдерді ыңғайлап келейін деп Алматыға барып, базарды аралап, киімдерді андай бүкіл сол кезде өзіме білінді, өзімнің қаншалықты бір өсіп қалғандығым, өзіме деген жауапкершілік алғаным. Киімдердің бәрін сол жерден басталды. Бірінші осы би саласынан келдім деп айтсам болады. Сонымен солай жалғастырып кеттім. Би саласында өзіңізге қазір да ұнай ма? Сіз өзіңіз билейсіз бе, әлде тобыңызды ғана қолдап жүресіз бе? Иә, сол барлығы қоятын сұрақтардың бірі. Жалпы өзім сол 2 жыл қатарынан билегеннен кейін өзімдікін аштым. Бірінші жыл енді өзім жандарында жүрдім, арасында өзім шығып билеп жүрдім. Қазіргі таңда негізінде өзім көп шықпаймын. Көбінесе қыздар барады. Менде қазір составта 12-15 шақты қыз бар. Солар өздері кезектесіп шығып отырады. Қазір заказдар барлығы жақсы болады. Хотя бізде мертвый сезон деп айтады. Но жақсы. Сіздер тойларда, сондай мерекелерде? Тек тойларда емес, бізді концерттерге де шақырады. Бізді даже үлкен торговый центрларда, ойын-сауық орталықтарына, рекламаларға да шақырады. Сондай би керек жерлердің бүкіліне шақыра береді бізді. Керемет. Визажға сіз қалай келдіңіз? Қалай ол параллельно было или өзіңіз қалап биді топты бастаймын, қолдаймын, сол жақтан былайша айтқанда доход келіп отырады, и мен уже өзіме көңіліме ұнайтын саламен айланысамын деген ой болды ма? Иә, негізінде сол жаңа айтқандай кішкентай кезімнен бастап боянып сылаң қалған қыз болатынмын. Барлығы ұрсатын, кішкентайсың, боянба деп. Бірақ өзім сөйтіп боянып жүретін. Кейін сол биді ашқаннан кейін, сол бірінші сезонда тапқан ақшама августта ойлап жүрдім, не істесем екен бұл ақшаға, не істесем екен деп. Сосын сол кезде өзім қызығып жүргем осы визажистикаға. Потом курстар іздеп Өскемен қаласынан осы бір Маржан апай тауып алдым да, сол кісіге барып оқып алдым. Солай келесі осы визажистикаға ауысым десем болады. Сол кезде бастап курсын сатып алып, сол кезде бастап кеттім тапқан ақшама. Сіз өзіңіздің тобыңыздағы қыздарды өзіңіз дайындайсыз ба, бояғанда, концерт, сондай выступление дегендерге? Жоқ, негізінде қыздар әрқайсысы өздері боянып, өздері дайындалып келеді.
арасында, бірақ та олар өздерінің жиын тойларына баратын кезде, туған күндер болған кезде бірақ маған келеді. Сол кезде мен оларды бояп беремін. Негізі сценический образ дегендер болмайды, иә? Ондайларды мен өзім дайындамаймын, олар өздері боянып дайындалып келеді. Мен олардың костюмдарын барлығын дайындап беремін, главное. Визаж жағында қазіргі көп сұранысы бар қандай макияж трендта деп айтайықшы? Иә, қазіргі кезде көбісі сұрайтын нюд, в основном. Нюдовый макияж сұрайды, және де қазір дагестанский стрелка дейді ғой, сонымен сұрайды. Қазір бұрынғы сияқты, енді әр заманның тренді әртүрлі ғой. Бұрынғы заманда, мысалы, жіңішке қыз тренд болса, қазір наоборот одан кейін жуандады, ал қазір более естественный, андай қарапайымдылық қазір тренде дейді ғой. Вот солай. Нюдовый макияждар, сол жаңағы дагестанский стрелкамен, более легкий макияждар в тренде и сұранысқа ие. Визаж сізде дополнительный доход әкеле ме, әлде основной сол сіздің зарплатаңыз дейікші, зарплатаңыз сол би тобынан ғана ма? Екі жақтан да заработать еткен соң, ақша тапқаннан кейін былай бөл көрмеппін енді. Әр кезде әр қалай, екеуі де негізінде стабильный доход емес қой, әр кезде әр қалай. Клиент қалай болады, ақша да солай болады. Заказ қалай болады, ақша да солай болады деген сияқты. Бірақ негізінде бидің ақшасы менде как дополнительный доход сияқты кеп тұрады да, ал визажбен мен күнделікті тауып отырам ақшамды наныма. Сіз қазір оқып жатырсыз, мұғалім болам дейсіз бе, әлде басқа тағы бір профессияны? Иә, қазір сол оқып жатқан мамандығым негізінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Осы жақында ғана біз практикалық тәжірибемізді аяқтадық, мектепке бардық, оқушылармен жұмыс жасадық, сабақ бердік, ашық сабақ өткіздік. Негізінде мұғалім шығып тұр екен мен. Өзіңізге ұнады, иә? Иә, былай негізінде ұнады деп айтқанда, иә, ұнады, бірақ болашақта мен өзімді мұғалім ретінде емес, психология мамандығында өзімді көремін. Негіз жалпы шамамен бір-екі жылдың айналасы болған шығар, осы психологияға қатты басыммен кетіп, көп андай. Бұрын кітап оқымайтынмын, бірақ сол кітап оқып бастағаннан кейін қазір психологический сол кітаптарды көп алуға кейін қызығушылығым көп артып бастады. Мен естуім бойынша мұғалімдар негізі психологияны оқиды, балалармен жұмыс істеуді. Сіздің психологияға қызығушылығыңыз түсінікті, бірақ та сіз бала шағамен жұмыс істегіңіз келе ме психология жағынан, әлде үлкен кісілермен бе? Негізінде үлкен кісілермен. Енді балалардың психологиясы бөлек, үлкендердің психологиясы бөлек дегендей, өзімді белгілі бір зданияда, білмесе бір белгілі бір жерде психолог ретінде емес, жалпы өзім жеке қабылдайтын психотерапевт деп айтамын ондайларды, коуч деп айтамын. Коуч, игропрактик қазір көп қой. Негізі психология жағынан разбираться начнем, если направление көп, иә, то есть игропрактиктар болады ма, әлде вот конкретно коуч, наставничество деген болады, потому что бізде қазіргі заманда біз бәріміз өзіміздің ойымызды қопарамыз деп айтсақ болады, иә? Адамдар өзімен енді жұмыс істеп келе жатқан енді жұмыс істеп, өзімізді өзгертіп, ой саламызды өзгерткіміз келеді, так скажем, особенно моего возраста, менің жасыммен шамалас кісілер, қазір біз помешаны на психологии. И я думаю, сіз дұрыс таңдап отырсыз, негізі сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Қазіргі кезде енді дамып келе жатқан мамандықтардың бірі ғой. Бұрында енді бұрынғы халықтың, бұрынғы адамдардың мнениясы бойынша психологқа бару, ол типа сен психсың ба деген сияқты понятиямен кеткен ғой. Ал қазір былай қарап отыратын болсақ, кез келген адам күйзеліске түсу кезінде ғана емес, депрессияға түсу кезінде ғана емес, кез келген проблемасы болған кезде ол психологқа бара алады, соны айта алады. Және сол проблеманың шешімін ол психолог арқылы таба алады. Негізінде кез келген проблема сыртта емес, адамның ішінде жатады. Ішкі дүниесінде жатады. Оның өзіне қойып алған установкаларында, страхтарында, сол өзіне деген сенімсіздігінде жатады сондай. Қазір көбінесе біз
Инстаграм арқылы да сіз клиенттеріңізді өзіңіздің визаж жағынан, би тобынан жағынан, әлде өстіп коуч болып та психология жағынан қай парақшадан табасыз ба, әлде как по-другому сказать, сарафанка сізге в основном қалай келеді? Клиенттар нақты айта алмаймын. Мен енді бірінші биден бастағаннан кейін енді биде клиенттарым бар, визажистикада клиенттарым бар. Негізі аудиториям көбінесе қыздар енді. Өзім бьюти сферада жұмыс істегеннен кейін қыздармен көбірек араласам, солай былай жиналған деп айтсам болады, клиентский база. Біз орысшада, қазақшада айтып жатырмыз, оны қатты сөкпейсіздер деген ойдамын. Баршаға түсінікті болса, сол жетеді деп ойлаймын. Бізде ашық подкаст, солай отыра береді. Сіз өзіңізді ары қарай осы 3 мамандықты жалғастырғыңыз келе ме, әлде бір направленияны таңдап, соған более расширенно, глубоко, как говорится, с головой в омут? Сол өзімді де мазалап жүрген сұрақтардың бірі. Мен енді би саласында да, визаж саласында да, енді қазіргі таңда әлі психолог болмадым, оқымадым. Бірақ сонда да соған қызығушылығым болғандықтан ойланып жүрмін, қай салада будущем өзімді көремін деген сияқты. Бірақ в основном сол өзімді будущий психолог ретінде көремін. Болашақта визажистиканы тастаймын деп айта алмаймын, бірақ мен визажистиканы дамытып, басқа қыздарды оқытып, солай дамытқым келеді. Өзіңіздің жеке студияңызды ашсаңыз да болады, жеке студиямды ашып, солай дамытқым келеді. Ал би саласын айтатын болсақ, би саласымен енді мен енді группамды аштым, ол маған дополнительный доход болып келіп отыра береді. Ол салаға мен енді көп уақытымды қазірдің өзіне көп жұмсамаймын. В основном мен қыздарым өздері тойларына барады, келеді, солай отыра береді. Мен ақшаларын бөліп беріп отыра беремін. Солай. Визаж жағынан өзіңе қандай макияж жасағанын ұнайды? Қазір айтады ғой, сборы невесты, әлде фотосессияға ма, тойларға жиналған кезде сразу апайы, тәтесі, мамасы, қызы бірақ келіп очередьте отырады ғой макияжда. Сол ұнай ма? Қандай вариант тебе больше самой комфортно деп айтайыншы? Маған негізінде, когда адамдар фотосессияға жиналады ғой, сол кезде собирать еткен больше ұнайды, потому что ол кезде еш нәрсені аямайсың, больше жағасың, потому что камера жейді ғой, больше жағасың, и ол әдемі көрінеді. Ал тойларға солай жасайтын болсақ, көбісі сұрайды, жоқ, қатты жақпа деп. Көрініп қалады. Көрініп қалады енді. Көбісі үйренбеген ғой, профессиональный макияжға енді көбісі үйренбеген. Сонда жиын тойларда не болмаса, солай енді біз непривычно күнделікті ешкім макияжға барып боянбайды. Қазір оқу макияж жағынан өзің оқытасың ба, сондай болашақта, или қазір уже оқытып жүрсің ба, или болашақта бар ма сондай? Мен жақында ғана өзім сол самсевизажист курсын ашқан болатынмын. Ол қыздардың өзін бояғанға көмектесетін курс. Осы жақында ғана запускать еткенмін. Ал енді жақында осы наурыз айында базовый курсты осы ашам ба деген ойдамын. Базовый курсты ашып, уже профессиональный визажист болуға арналған курс. Солай дамытқым келеді, оқытып қыздарды. Би тобын өзің ары қарай жүргізесің бе, әлде ары қарай, бывает же продаю, там как бизнес же это? Да. Точно не продаю, бірақ өзімнің сестренкаларыма бере аламын. Енді мен қазіргі таңда ары қарай жалғастыру үшін бере аламын, дамыту үшін. Негізінде топтың аты енді Айша Бибі деп аталған ғой. Бүкіл сұрайды, неге Айша? Мен туған премиациям бар. Мен сол туған кезде айтқам, мен сен осы қыздың атымен қоямын деп. Солай сол қыз өскенше соған дейін жеткізу керек, потом соған беремін. Жақсы, керемет. Оғанға дейін өзім сестренкаларым жүргізеді деген ойдамын. Қазіргі таңның өзінде өзім туған сестренкам сол составта бар. В основном сол киімдерді алып келіп сол жүреді. Мен жай ғана заказ тауып беремін да қыздарға айта саламын. Олар өздері барып келеді. Тойларға өзіңіз апарасыз ба, болды ғой, развозка, бәрі сонда включены қыздарда, иә? Жоқ, развозка емес, бірақ баратын кезде жиналып барады. Қайтар кезде әркім өздері қайтады. Киімдердің барлығы бірақ бізде болады. Олар киімдер тасымайды. Бүкіл киімдердің барлығын біз өзіміз апарып алып келеміз.
мен өзім инада барып жүремін бір уақытым болған топта кезде. кем дегенде 8 қыз да болады. Кем дегенде 6 қыз. 6 қыз, костюмдар ауыр, наверное. Еще Өте ауыр. бір образ емес, бірнеше образ апарады ғой. Көп. Негізі осындай топтарды тойды әдемі қылып сразу ашып, көңілді көтеріп, өзім қиын жақсы көремін сондай. Как концертте отырған сияқты отырғанды. Ол да бір ерекшелік қой. Бишілердің көп жерде негізі бағаланбай жатады бишілердің өнері. Жай ғана келеді, билейді, кетеді деген сияқты клиенттар да болады. Неге қымбат деп сұрайтын. Бірақ енді ол жерде тек қана ақшаны мен ғана алмаймын, ол қыздарға бөліп беремін. Сондықтан ол бөлген кезде көп шықпайды ол ақша. Сондықтан олардың бағалары өздеріне лайықты болу керек деп ойлаймын. Еще хореография қоятын бар, репетиция болады. Репетицияны далада жасамайды, олар помещение, студия аласыңдар. Соның бәрі есептелген кезде сол барып қайтатын жолымыз бар. Одан бөлек киімдерге қазіргі таңда жаңа киімдер әр сезон сайын жаңа киім тіктіріп отырамыз. Оның өзіне кететін шығын бар. Жақында жазғы сезон келе жатыр, қазіргі таңда жаңа костюмдарды дайындап заказ беріп жатырмыз сол. Ал сізге екі жақты санаған кезде визаждан доход көп келе ме, әлде биден көп келе ме? Би түсіндім, это ваш, так скажем, дополнительный доход, пассивный доход. Визаж сізде күнделікті клиент болған кезде жұмыс жасайсыз, қазір курс ашып жатырсыз. Қазіргі таңда сізге сонда визаж бірінші орында тұр. Қазіргі таңда негізінде көп доход алып келетін, көп ақша алып келетін, енді визажистка деп айта аламын. Себебі енді мен ол жерде бір сағаттың ішінде енді 10-15 теңге табамын да, ал биден мен былай қарап тұрсаң, олар бір тойдан бір күнде дейікші, бір күнде бір среднем 30-40 шығатын жар. Мен былай санайтын болсам, бір сағатына 10 мың немесе сағатына бір алмадым, ладно. Ал вложение жағынан қайсысына көп вложение кетті? Потому что мен білем, что визажисттардың вложениялары көп, косметика қымбат. Бәріміз визажистқа барған кезде, люксовый косметика қолдана ма екен деп қызығып барамыз ғой, өйткені үйде өзімізде жоқ ол люксовый косметика. Сондықтан сіздерге барған кезде, визажистқа барған кезде біз талғап барамыз деп айтсақ болады. Сол косметикалардың бәрі қымбат тұрады. Әрине қымбат. Би жағынан костюмдар тігу тоже қымбат. Олар да қымбат. Соның қай жағынан да? Кез келген салада енді ақша табу үшін енді шығыс болмай, кіріс болмайды деп айтады ғой. Оған міндетті түрде шашыласың, вложение жасайсың, біреуін негізінде екеуіне де біраз ақша кетеді. Но больше сол негізінде визажистика көп кететін шығар. Себебі каждый раз косметика тасылып қалған сайын сен алып отыруың керексің. Бірақ оның түсіретін пайдасы да жақсы. Ал көйлектердің расходы енді жылына 2 рет жүкші. Жазғы сезонға бір жаңадан тіктіреміз, және де қысқы сол жаңа жылдық новогодний сезонға тіктіреміз. Сол кезде ғана. Қалғандар ұсақ расходтар. Ол ұсақ түйек расходты ешқашан бітпейді деп айтайықшы. Би саласында, тойларда өзіңіз билеп жүрген кезде бір қызық оқиғалары болды ма? Есіңізде сақталып қалған? Енді есімде прям өте көп болады ғой ол кезде. Мен енді өзім сол 2 жыл қатарынан биледім. Мен негізінде кішкентай кезімнен бастап биге қатысып, мектеп кезінен бастап кез келген мероприятие болды ма, концерт болды ма, мен жүретін ортада билеп. Соңғы рез болған қызықты оқиғаны айтатын болсам, енді өзім шығып жүрдім да биге, жазғы шықпай кеттім, кішті қыздар келген шығып жүрді да, өзім бидің өзін ұмыт қалғам ғой. Мен биге өзім бір қыз жетпей қалды. Маған пришлось өзім шыққанға енді басқа кім шығарам. Сосын өзім шықтым сол кезде, сосын өзім шайған биде шатасып, сосын қыздардың бүкілі маған ұрсып, сені биден шығарамыз, сені биден шығарамыз, сен өзің дұрыс билей алмайсың деп. Енді көп билемеген кейін ұмытылып қалады ғой. Сондай қызық жағдай болған. Тағы да көп негізін айта берсек. Енді тойды білеміз, тойда көбінесе адамдар әртүрлі болады. Халальный той болады, басқандай да той болады дейікші. Сондай тойларда ренжіген, сізге артық бір сөз айтқан кісілер болды ма? Үлкен кісілердің арасынан
ренжіп неге келдіңдер деген сияқты болды ма? Иә, болып тұрады, арасында болып тұрады. Енді бірақ мен өзім енді конфликтный адам емеспін. Бірақ арасында енді тойда жүрген кезде болады енді ішіп алған ағайлар, солар қыздарға келіп тиісіп тұрады. Сол кезде біраз келіспей қалатын моменттер болады бізде. Бірақ көп емес. Көп емес. Сол моменттерде сіздерді сіз өз тобыңызды сізге как администратор, как басшысы ретінде барып қыздарды қорғағанға приходится, да? Мен кез келген жағдайда өзім қыздарды қорғаймын. Кез келген ортада бір конфликт болып қалды ма, енді қыздардың тараптарынан да тыңдаймын, олардікі де дұрыс емес болуы мүмкін, бірақ мен сондай болса да басқаларға ренжітпеуге тырысамын өз қыздарымды. Дұрыс, иә. Визаж жағынан интересный запрос дейді ғой, сондай бір қызықты, өзіңізге ұнап, өзіңіз соны күтіп, референсті қайта-қайта қарап, өстіп бояйым екен ғой деген бір запрос болды ма осы істеп жүрген кезіңізде? Иә, соңғы мен жақында тағы да вложение жасап, курс сатып алдым, онлайн курс, бірақ жақсы бір алматылық блогер, визажисттен курс алған болатынмын, аз сумаға емес. Сол курсты алам деп ойланып, андай сол кумирім ретінде көремін да, сол кісінің бояған модельдары, бояған қыздары маған өзіме қатты ұнайды. Осы жаз сезонда мен де сол сияқты бояғым келеді, мен де сол сияқты қыздарға эмоция сыйлағым келеді деп қатты армандап жүрген болатынмын. Жақында мүмкіндігі туып, соны сатып алдым. Қазір сол курсты өтіп жатырмын. Вот соңғы 2 күн ба, соның жұмыстарымен біз модельдер собирать етіп, және сол үшін кешіп келдім мен. Өзіңізге сол кісінің істеген жұмыстары ұнағандықтан қазір сіз соның референстарымен модельдер жасап жатырсыз. Соның курсын сатып алып, онлайн курс өте жақсы түсірілген, курсын сатып алып, сол бойынша модельдер собирать етіп, қолымды үйретіп жатырмын десем болады. Модельдерді жас қыздарды таңдайсыз ба, әлде более взрослую категорию дейші? Әр кезде әрқалай енді. В основном мен трендтерге әрине жас қыздарды таңдаймын, жас қыздар келеді. Бірақ енді обучение болатын кезде, немесе тағы бір қажет болып қалған кезде, возрастной макияждар керек болатын болса, онда үлкен кісілерді шақырамыз. Ол менің сұрағым, өйткені личный интерес. Да. Бізді модель қылып неге шақырмайды? Неге шақырмайды? Иә, бізді очень редко шақырады. Жоқ, модель шақырғанда біз белгілі бір, иногда болады енді модельдар, оларға өзіміз жазып шақырамыз. Иногда біз өзіміз объявление береміз, сосын модельдер іздеп жатырмыз, кто хочет, солар келсін деген сияқты. Негізі визажды қазір айтады ғой, лифтинг, макияж, солар қымбатырақ тұрады ғой негізі. Сол саланы развивать еткіңіз келе ме, әлде өзіңізге только трендовый макияждар жасаған ұнай ма? Лифтинг эффект деген кезде қазіргі таңда более жас көрінетін макияждар жақсы көреді ғой адамдар, более вытянутый такой, былайдан тартылып тұратын. Әркімнің запросы әрқандай енді. Мен көбінесе менің техникам бойынша әр визажисттің бояған әртүрлі, қаншалықты олар бір курс алса да, әркімнің почерк әртүрлі дейді ғой. Сол сияқты өздерінің беретін ерекшеліктері әртүрлі. Мен бояйтын кезде көбінесе солай лифтингпен бояймын деп айтсам болады. Көбінесе сол более влажный текстурада и более вытянутый қылдырып. Кейбір адамдарға ұнайды, кейбір адамдарға ұнамайды енді. Сіз Өскеменге келгеніңізге қанша жыл болды? Мен негізінде ауылдың қызымын. 9-шы сыныпқа дейін ауылда оқығанмын. Марқакөл ауданы, Шеңгел дейтін ауыл. Сол ауылда 9-шы сыныпқа дейін оқып бітіріп, кейін Өскемен қаласына 11-ші сыныпқа келген болатын. Содан бері осы жақтан есептесек бір 4 жыл, 5 жыл болыпты, иә. 5 жыл болды Өскеменге келгелі. Енді үйреніп, енді бір бауыр басып қалдым десем болады. Ауылдың қызы болғаннан кейін өзіңіз қарапайымсыз ба, мінезіңіз жұмсақ па, қатты ма, айтып кетсеңіз өзіңіз жағы? Мен мінезім қатты деп айта алмаймын. Мен танитын адамдардың барлығы біледі ғой, қандай мен ашық екенімді, көп жерде енді көп конфликтный адам емеспін. Көп жерде тез тіл табысып кетем, тез сөйлесіп кетем адамдармен, өзіме жақын тартам. Сол үшін де қазір подругаларым да, достарым да өте көп енді.
барлығы айтып жатыр, жақында туған күнін жасаған болатын, 40 қызды жинап. Бүкіл айтты, сен мынаның бәрін қайдан танисың? Мен айттым, бүкіл танысын, бүкілімен жақсы араласамын деп. Сол сияқты енді ортам кең, ортам жақсы болғандықтан өзімді де жақсы адам деп айта аламын. Енді жақсы жағынан көрсетіп, жақсы жағынан енді шығарамыз деп. Инстаграм парақшасын қазір жүргізіп жатсыз, Мгм. скажем, активно начали, да, вести блог. Да. Ары қарай блогер болам деген ойыңыз бар ма? Қандай пайда әкелем деп ойлайсыз өзіңіздің Инстаграм парақшаңызбен? Иә, негізінде мен қазіргі таңда өзімді бір блогер деп санамаймын. Бүкіл айтып жатыр, кейбіреулер айтып жатыр, сен блогер болып кеткенсің ба деп. Көп жерде рекламаға шақырып жатыр, көп нелерде өзім блогты да активно жүргізіп жатырмын. Бірақ негізінде 11 класста менде прям қатты бешеный желание болған, мен блогер боламын деген. Сол кезден бастап түсіргем негізі блогты. Сол кезде күнде рилс салып, күнде история салып, таңертең ертіп, сәлем достар, қалайсыңдар деп сөйтіп жүретін. Одан кейін бір сөніп қалдым десем болады сол моментте. Өзім кейбір хейттан деп айтайын ба, кейбір таныстарым айтты, типа блогер андай, ол кезде кішкентаймын ғой енді. Содан кейін қатты жүргізбегем. Былай күнде история салам, күнде енді көрсетіп отырам, бірақ досконально емес, өзімді блогер ретінде емес, енді обычно адамдар қалай жүргізеді, Инстаграмда солай жүргіздім. Соңғы уақыттарда енді жұмысымның көптігінен, өзім бизнесім болғандықтан, визажист болғандықтан, енді клиентский база жинау үшін, клиенттардың енді довериясына кіру үшін, сен де өзің личный өміріңді ашық айтып жеткізе алуың керексің. Сол үшін де енді көп емес, бір жарты жыл, 4-5 ай бұрын деп айтсам болады, сондай бір инсайт келді, ой келді, болды енді блогер болам деген мақсатта емес, өзімнің жалпы личностный бренд дейді ғой, өзім клиенттарымды өзім табу үшін, өзімнің аккаунтымды, өзімнің блогымды жүргізіп, өзім дамытуым керекпін деген сияқты. Солай бастап кеттім десем болады енді. Арасында саламын, арасында салмаймын. Бірақ толықтай блогермін деп санамаймын негізі әлі. Көреміз енді, подписчик алса. Өзіңізге ұнай ма блог жүргізген? Сонан кейін кейбір айтады ғой, живой блог, сіздің Инстаграм парақшаңызды қарадым, онда өте әдемі фото, өте әдемі. Енді ол түсінікті, өйткені сіз өзіңіздің визажист екеніңізді көрсеткіңіз келеді, так скажем, идеальная картинка. Да. Живой бір нәрсе қосасыз ба, әлде сол направлениемен ары қарай сол парақшаңызды сөйтіп жүргізесіз бе? Білмеймін, сол негізінде сол қазір Инстаграм в основном посттар ғой, сол әдемі фотолар. Соңғы кездер сол рилстарды көбейтіп жатырмын. Арасында совместный авторство, мен өзім баратын съемкалардан салам. Көп жерге сол съемкаға шақырған кезде сол жерден отрывоктарын алып салам. Тағы да енді дальше аккаунтымды, аудиториямды осы женский аудитория жинағым келеді, чтобы менде визажистикаға клиенттар болды, и будущий мен өзімді психолог ретінде көргендіктен сондай я хочу, чтобы у меня была развивающая аудитория, барлығы дамығысы келетін адамдар болғанын қалаймын. Жатып қалмайтын, дамыйым, мен бір нәрсені көріп үйренейін деген сияқты менен көріп мотивация алғанын қалаймын. Енді қазірден айтып жатады қыздарды, сені мотивация аламыз деп, пысықсың деп айтады. Өзімді бір қатты ондай санай алмаймын. Но тем не менее есть такие люди, которые восхищаются. Да. Я очень рада. Мне очень приятно, когда я полезна другим. Конечно. Да. Вам 20 лет, как вами не восхищаться? У вас уже бизнес есть, бизнесіңіз бар дейік. Визажист болып өзіңізді қазір позиционируете. Ары қарай психологияны изучать етем дейсіз. 20 жаста сіздің жасағаныңыз требует восхищения. Поэтому я не удивляюсь, что восхищаются. Рахмет көп. Және айтқандай, осы жестердің барлығы, енді мен арқам деп айта алмаймын. Және айтқандай, өзімді олай санай алмаймын, бірақ ең бірінші очередь ол енді Алланың қалауы, екінші мен үлкен алғысымды ата-анама айтамын. Осы кез келген сала болсын, кез келген салада мен қолдаған. Осы басында биді ашам деген кезде де қолдады, визажистканы оқимын дегенде қолдады. Соның барлығы балаға енді
ата анасы ретінде балаға үлкен поддержка, үлкен қолдау. Ол әрбір баланың күтетін қолдауы десем болады. Қазіргі таңда көп ата ана қатты қарамайды, баланың қызығушылығына қарамайды. Ата анасы қалайды, кейбір балалардың мен балам мұғалім болған қалаймын, мен балам дәрігер болған қалаймын деп айтады, бірақ баланың қызығушылығы, баланың жалпы арманы бөлек болады. Сол өзінің арманын дамытуға қолдаса баласын, ол баласы жетістіктерге жетеді. Негізінде адам өзінің ұнайтын саласымен жұмыс жасаса, ол солай ғана жақсы, жеңіл заработать етеді деп айтсам болады. Мен өзім қиналып ақша табамын деп айта алмаймын. Кейбір сәттен шаршап қалатын кездер болады, но не всегда так. Наслаждаясь работой. Наслаждаюсь работой, да, мне очень нравится, потому что өзіме қатты ұнағандықтан бәріне де кеңес беремін, бәрі де білетін шығар. Көп ақша адам өзі жақсы көріп істеген жұмысына ғана келеді негізінде. Вот. Сол психология. Иә, дұрыс. Сіз айтқаныңыз өте дұрыс. Мен өзімді сөйтіп санаймын негізі. Өзің жақсы көріп істеген, ашық ниетпен істеген жұмыста сенде жетістіктерге жетесің. Ұнатып, жақсы көріп істеген жерде. Сіз отбасыда неше баласыз? Біз отбасыда 5 баламыз. Сол айттым ғой, мен ауылда оқығам. Ең үлкен менің сестрам бар, ағам бар, одан кейін мен үйдің ортаншысымын. Менен кейін тағы 2 сестрам бар. 4 қыз, 1 ұл. Бізде енді ауылда өскеннен кейін мен ауылда мама папаның тәрбиесін алдым, және де енді апатам бар кезден білемін да, есім бар кезден. Олардың да тәрбиесін алған адаммын, баламын. Қалай айтсам болады, менің мамам да папам да өте пысық адамдар, бүкіл айтады. Кейбір кезде айтады ғой, енді күйеуі мен әйелі біреу плюс, біреу минус болу керек деген сияқты. Біреуі енді тихий, біреуі прям активный деген сияқты. Бізде наоборот, мама да папа да екеуі бірдей да, екеуі де пысық, екеуі де любой ортада жүре береді, сөйлеседі, общениялары жақсы екеуінің де. Мен сол бәрі айтады, сен мамаң мен папаның қаны бар сенде, соларға тартқансың, пысықсың деп, одан асып қайда барасың деп. Вот сол. Мамам мұғалім, көркемдік пәнінен береді. Мен жаңа айттым ғой, би саласында болғандықтан кейбір детальдар болады ғой, ұсақ түйек енді. Бас киім, не деген, белдік деген сияқты, соның көбісін сәукеле деген сияқты мен ең басында ашқан кезде мен барлығын өзім жасағам, кәдімгідей. Тастардан жауысып, қиып, тігіп, короче. Сол жағынан қол өнерге өзім бейіммін да, қолым соған умею, короче. Қызық, еще өзіңе қызық болғаннан кейін. Өзіме де қызық, өзім жақсы жасай алам. Сол мамамнан дарыған деп ойлаймын. Мамам қол өнерші, сол неше түрлі нәрсе жасайды. Мен де кейбір кезде ақшадан букет жасадым. Тағы да не істедім? Мен алқа, бисерден, короче, моншақтар жасап сатқан болатын еще. Тағы да косметика сатқан. Солай. Негізі жұмыс істеймін деп, ақша табам деп, орысша айтқанда, хочу развиваться десе, любой нәрседен оны табуға болады, әрине. Қаншама перечислили все возможности, как можно для молодой девушки заработать, в принципе, қазіргі кезде. Сол әр кезде дамып отырған дұрыс қой. Кез келген ұнады ма, надо попробовать, ол нәрсе болды ма, болмады ма, ол нәрсені істеп көру керек, қорықпау керек, ешқандай страх болмау керек. Кейбір кезде қалайсын болады, адамдар өздері қорқып бір нәрсені бастар алдынан өздерінен алыстатып алады сол нәрсені. Ал адам қорықпай, мен ол нәрсені істей аламын деген өзінде сенімділігі болса ішінде, соған деген ұмтылыс болса, желание болса, енді болады ғой, кейбір нәрсені хочу деген ішінде болады. Кейбір нәрсені сен қолынан кеп тұрса да, не хочешь ол нәрсені істеп. Сол сияқты, өзің хочу деген нәрсе болса, және сенімділік болса, істей аламын деген. Ол нәрсе міндетті түрде сенде болады, ол нәрсе міндетті түрде сен қолынан келеді, значит. Ал если сенде адамда қорқыныш болатын болса, ол нәрсені өзінен былай алыстатып тастайды. Ол нәрсеге уже жету қиынырақ болады. Ал өзіңізге осы өскеменге келген кезде өз-өзіңе қазіргі кезіңде қандай ұсыныс айтушы еді? Өскеменге келген кезде қазіргі Алинаға мен айтар едім, сенде бәрі болады, қорықпа,
шыдамдылық керек, және де осы қалпымнан таймай деп айтушы едім. Сол кезден бастап мен осылай любой жерді ізденіп сөйтіп жүретінмін. Мына жер қалай деп. Қателесуден қорықпау керек. Енді көбісі айтып жатыр ғой, қателесуден қорықпау керек. Кез келген жерде енді бір нәрсе орындалса, бір нәрсе орындалмайды, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Мен де көп нәрсе бастадым, біреу болды, біреу болмады. Зато қазір екі үлкен проектім десем болады. Осы визажистка болсын, би болсын, мен үшін дополнительный доход. Не дополнительный, конечно, хороший доход. Келесі сұрағым, сіз осы қалада қалғыңыз келе ме, әлде үлкенірек қалаға көшіп, болашақта Астанаға, көп жастар қазір сөйтіп жатыр ғой, Астанаға көшіп, Алматыға көшіп, перспектива деп. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Негізінде, болашақта өзім сол Астанаға көшіп, зона комфортадан шығып, бір жаңа өмір бастап көргім де келеді, бірақ жақын уақыт емес әрине. Ал негізінде мен бағана айта кететін, мен 1-ші класстан 11-ші классқа дейін мен өзім негізі актриса боламын деп жүрген адам болатым. Мен Алматыға кетпекші болғам. Алматыға прям қатты Алматыға кеттім келген сол кезде. Кастингтарға барып. Қатты Алматыға кеттім кеп, мен негізі шығармашылық тапсырым керек болатын. Қазақ тілі әдебиет менде негізінде жай ғана қосымша пән ретінде жай ғана таңдай салғам. На всякий деп қойны. Ал негізінде мен 3 пәнмен барып шығармашылық тапсырым керек болатын. Шығармашылыққа жазылып қойғам еще. Сол жылы енді НТ-дан балл алдым. Мен шығармашылыққа баратын кезде как раз ағам үйленді да, мен той болды, сонымен жүріп мен шығармашылыққа үлген кешік қалдым да, тапсыра алмай қалдым. Потом оны уже тапсырғанға возможность, мүмкіндік болған жоқ бізде. Кейін сол балмен былай тапсыра салдық, Алматыға тапсырын, түспей қалдым, потом өскеменде қалдым. Сол кезде жылаған болады, мен Алматыға түспей қалдым деп. Бірақ қазір ойланып отырсам, өскеменде қалған мен үшін үлкен плюс болған сияқты. Себебі сол мен 1-ші курстың өзінде, сол 1-ші курста мен ең алғаш сол немді би тобымды ашып алдым 1-ші курста. 1-ші курс бітірген жылы сол визажистиканы оқып алдым. Солай қазір 3-ші курсқа келіп, сол екі саланы жақсы дамытып келе жатырмын деген сияқты. Солай әр нәрсенің бір хайыры болады екен. Қазір енді қатты желанием жоқ, актриса боламын деген балалық арман десем болады. Жоқ, қазір сізді рекламаға шақырып жатыр, обзорлар болсын, жассыз, әдемісіз, тілге шешенсіз деп айтайын, ол да актерлық өнер ғой. Енді съемкаларға, модель қылып шақырады, разговорный съемкаларға былай шақырады. Сон барып тұрам. Енді нақты сол жаңағы айтқандай киноға түсемін дейтін қазір қатты бір желание жоқ, бірақ будущем возможность туып жатса, если мүмкіндік туып жатса, я бы хотела попробовать. Вот сол сіздің кішкене кезіңіздегі арманыңыз қазіргі Инстаграм парақшаңызға көмектесе ме? Негізінде адам енді Инстаграм жүргізу үшін де өзінің бір, ол да бір талант қой, жүргізе алудың өзі, ашық сөйлей алудың өзі, ашық көрсете алудың өзі, ойната алудың өзі, соның барлығы көмектеседі. Сол мен жаңағы баратын съемкаларыма, өзімнің салам бойынша мысалы клиенттармен сөйлесетін кезде де адамның сөз байлығы көп болатын болса, ол жақсы тіл табыса алады мысалы. Солай. Қазіргі таңда өзіңе не маңызды? Осы жасап жатқан бизнестарың ба, әлде жеке өмірің ба, әлде болашаққа акцент қойып тұрсың ба? Сол жағынан айтып кетсең. Қазіргі таңда мен үшін маңызды, ол менің ішкі состоянием деп айтсам болады. Енді психологияны жақсы прям оқып, соны басымен кетіп, изучать етіп жатқаннан кейін, соны түсініп, өзіме сондай ой түйдім. Адам кез келген сәтте, кез келген ортада қандай өмір сүрмесін, қандай жағдайда болмасын, ол өзінің ішкі состоянием үшін жұмыс жасау керек, соны бірінші орынға қойып ойлау керек. Яғни ол маған ұнап тұр ма, мен өзім жайлы сезініп тұрмын ба деген сияқты. Не всегда, конечно, но часто сол сұрақтарды өзіне қойып, өзіме жұмыс жасаса, яғни жұмыс, ақша табу деп ақшаның артынан жүгіріп кетіп емес, яғни ақшаның артынан қуалап жете алмайсың. Ол ақша келеді, ол кететін жеріне кетеді. Ол жай ғана бір, енді бәрі айтады ғой, мен убитовым болғаннан кейін, визажист болғаннан кейін бай санайды. Мен на самом деле қатты бай емеспін. Енді доход көп болғаннан кейін расход та көп болады. Финансовый вообще грамотасын жоқ мен.
не айтып жатыр едім, адамның ішкі состояниясы туралы. Адам өзіне ұнайтын нәрсемен айналысу керек дедім. Сол жаңағы қазіргі таңда маңыздысы мен үшін сол. Әрдайым өзіме ұнайтын нәрсені жасауға тырысамын. Өзіме ұнамай ма, қанша отказ беруге тырысамын. Бұрында мен жоқ деп айта алмайтынмын енді. Ақкөңіл болғам ғой. Әлі де ақкөңілмін Қазір енді. прорабатываешь это, Да, әлі де ақкөңілмін енді. Ол жақсы қасиет, жаман емес. Негізі осы жерден сұрақ қойсам, жоқ деп айту негізі маңызды ма адамға? Иә, өте маңызды. Адам, если жоқ деп айта алмаса, отказ бере алмаса, ол кез келген сұранысқа, кез келген жерге енді шақырады, кез келген нәрсені сұрайды. Ол жоқ деп айта алмаса, оның бәріне соглашаться етіп, келісіп, ол выгоранияға ұшырайды. Энергия тратит. Ол уже өзіне керек емес нәрсе, өзіне ұнамайтын нәрсемен айналысатын болса, ол да уже настрой болмайды ғой. Ешқандай. Өйткені біздің қазақты тәрбие қалай береді? Үлкенді сыйла, сыйлы бол, барған жеріңде үндеме, артық айтпа, ешкімді ренжітпе, сіз біз деп иіліп барып кел дейді. Содан кейін біз өстіп үлкен қалаға келеміз де, сөйтіп сіз біз дегенімізді дұрыс қабылдамағанын көріп, біраз қиналамыз. Сондай сенде болды ма? Сен ауылдан келдің, үлкен қалаға дейік, ақ көңіл боп, көңілді боп, қарапайым қазақтың қызы боп Өскеменге келіп, так скажем, столкнулась ли ты с трудностями? Осы жақтағы адамдармен. Үлкен бір қиындық тудырды деп айта алмаймын. Енді мен өзім жалпы адамдарға көмектескен маған ұнайды. Әрдайым менен қол ұшын сұраса, менен көмек сұраса, мен ешқандай қайтарымсыз өзім көмектесе аламын адамдарға. Енді қолымнан келіп тұрса, ол нәрсе қолымнан келіп тұрса, мен ол нәрсені істей алатын болсам, мен ол адамға көмектесіп, кеңесімді айтсам да, бір нәрсемді берсем де, бір нәрсесін істеп берсем де, көмектесім келіп тұрады. Мен ол маған қайтпай қалса да, ол ешқандай қиыншылық тудырмайды. Ал кейбір кезде болады енді, көмектесесің, бірақ ол адам рахметсіз адамдар болады ғой. Ондай адамдар да болады, бірақ оған да енді қатты түңілмеймін, қатты мән бермеймін. Сондай адамдар қазақша айтқанда мойныңа отырып алатындар, иә? Сені біледі, сен ақ көңіл екеніңді, иә деп көмектесіп, ашық сол кісіге көмектесіп, от души, как говорится, бәрін істеп берген кезде, оны должен көретін адамдар болады. Сол нәрсе должен көретін адамдар болады. Ол кез келген адамның басынан өтеді деп ойлаймын ол ситуация. Ондай кезде менің шығатын выходым жылы жауап кетіп қалды. Мен андай айттым ғой, ұрсып, бет алысып ұрсып не істемеймін, бірақ та өзім ақырын мен бос емеспін деп жүре беремін. Сол өзіңмен проработала да, жоқ деп айтуды, жалпы адамның басқалар да уже түсінеді. Мен көп жерде уақытым болмайтынын, көп жерде мен даже ответ беретін уақытым болмай қалады. Кей кезде личный өміріме уақытым болмай қалады, отношенияға мысалы. Сол кезде енді түсіндіріп айтамын, менде вот жұмыс осындай. Личный өмір туралы. Жұбайыңыз бар ма, жігітіңіз бар ма? Жоқ. Басыңыз бос, иә? Иә, мен қазір айтып тұрмын ғой, мүлдем ондай қандай уақытым жеткізе алмай жүрмін, если честно. Енді бүкіл жазатындар көп енді, бірақ оған уақыт жоқ. Айтамын бәріне. Туыстар айтпай ма, күйеуге тимейсің ба? Жоқ. Қашан? Біздің енді әулетте, біздің әулет өте үлкен. Мен папамның өзі неше ағайын? 7 ағайынды ма? 7 ағайынды, олардың балалары бар. Енді әулет үлкен болғандықтан бізде енді бала шағасы да көп, тағы да апайкаларым бар, олардың аспайда бар. Енді бірақ по очереди өзіміздің тема бойынша мен очередім келіп тұрады негізінде. Уже келесі мен кетуім керек. Бірақ асықпаймын, мүлдем асықпаймын. Оны асығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қыздарға да совет беремін. Жасым 20-ға келді, айта алатындай деп ойлаймын. Енді өзіме кішкентай деп сана қалып жүрмеңіздер. Неге ондай теманы айтып отырды. Жалпы қыздарға айтарым, күйеуге шығуға мүлде асықпаңыздар.
вот отношения туралы айтайыншы, сол темада өзім көп оқығам негізінде. Если қыз баласы өзіне керекті жарды таңдайтын болса, өзінің идеальный портреті болады ғой енді, ол оған соответствующий болу керек. Менің ұстанатын принциптарымның бірі, адам өзінде жоқ нәрсені партнердан требовать ете алмайды. Мысалы, мен бір жерге жұмысты осылай ашық жасап, жұмысқа көп уақытын бөлетін болсам, мен партнерімнан, например, оны требовать ете алмаймын. Сен типа жұмысқа емес, маған ғана уақытын бөл деген сияқты. Немесе енді бір банальный, актуальный темаларын бір айтатын болсақ, мысалы, мен өзім ішіп шекпеймін да, сол үшін де партнерімнан сол нәрсені требовать ете аламын. Ол болсын, қыз болсын, без разницы. Мен өзімде бар қасиеттерді требовать ете аладым деген сияқты. Бірақ енді әрине до идеальности емес, но можно. Сіз Астанаға көшем дегеннен кейін, Астанаға арман қуып барасыз ба, әлде перспектива жағынан қарастырып отырсыз ба, үлкен қала деп, соны айтып кетсеңіз. Астанаға мен енді жақын арада көшем деп айтпаймын, бірақ болашақта Астанада тұрып көргім келеді. Енді зона комфортадан шығып, жаңа қалаға, жаңа ортаға барып, қазіргі кездің өзінде мен енді жұмыстарымды дамытып жатқаннан кейін, мен ол жаққа барғаннан кейін жұмысымды тастап кетемін деген емес. Мен керісінше ол жақта да өз жұмысымды дамытып, ол жаққа да бір афишам тастап кеткім келеді. Сол Астанаға барып, жаңа таныстар, жаңа орта, жаңа мүмкіндіктер ашылады деп ойлаймын. Кейбір адамдар енді қорқады үйреніп қалған қаласынан кетуге. Ол үйреншікті жағдай. Енді сенің таныстарың барлығы бір қалада жиналса, ол жақта ешқандай танысың болмаса, ол өте қиын, бірақ ол нәрсені бастан кешіп көру өте қызықты деп ойлаймын, менің ойымша. Енді сол нәрсені көргім келеді. Астанаға оқу бітіре салысымен көшкіңіз келе ме, әлде осы жақта допустим, визаждан студия ашып, содан кейін мен ана жаққа спокойно кетіп қап, мына жақта жұмысым жүріп жатса деген ой ма? Сол пока что білмеймін. Мен енді оқуымды енді 1 жылдан кейін уже бітірем. Бірден кетіп қалам деп айта алмаймын. Мен бірінші осы жақта, мен айта кеткендей, осы оқуымды бітіргеннен кейін магистратураға осы психологияға түсем деген жоспар бар болашақта. Осы психологияға түсіп, психологиядан главный образованиемді алсам, сол бойынша дамытып, дальше кетем, сол сферада өзімді алып кетем деп ойлаймын. Солай ақырын сәті туған кезде Астанаға көшем деген ойдамын. Негізінде кішкентай кезімнен бері арманым Алматы қаласына көшу болатын, бірақ енді Алматыға барып келгеннен кейін қатты көңіліңіз қалды ма? Енді көңілім қалды деп айтпаймын, бірақ адам өте көп, ол жақта пробка. Уақыт көп алатын сияқты. Ол жақ уақыт тез өтеді, уақыт көп алады деп ойлаймын. Астана жаңа қала, таза қала. Өскемен мен бірдей деп айтады ғой. Кейбіреулер енді ауа райы жағынан, әдемілігі жағынан. Өскемен тоже әдемі. Өскеменді күштісі менді. Жел. Тура сол. Астана сияқты деп өтеді. Өз Астанаға бір-ақ рет қана барған, бірақ та экспода кішкентай кезімде. Одан кейін есімде жоқ, барған жоқпын ғой. Біздің жас қыздарға, жас өспірімдерге, в принципе қыздарға, кто хочет заняться визажбен, әлде өстіп сен сияқты би тобын ашып, өзін сол жағынан көргісі келген қыздарға қандай совет айтасың дейікші? Мен айтар кеңесім, енді мен жұмысыма, менің жасап атқан проекттеріме қызығатын емес, интересовать ететін қызығушылығы бар қыздарға, адамдарға айтарым, қорықпаңыздар. Әр саланың өзінің бір қиыншылықтары болады, бірақ ол қиын деген сөз емес. Сіздер оны қиын деп миларыңызға құйып алсаңыздар, оған енді батылдарыңыз жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін де айтарым, менің сферам бойынша емес, тіпті кез келген салада неге қызығасыздар, соны жасаңыздар. Қандай нәрсеге қабілеттеріңіз бар, біріншіден неге қызығасыздар, қандай нәрсеге қабілеттеріңіз бар, және сіздерде мүмкіндік болып тұрса, ол нәрседен қорқып, ешқандай қажет емес. Мүмкіндік кез келген жағдайда болады. Адамда желание болса, мүмкіндік алдан шығады.
сол мүмкіндікті енді жіберіп алмаңыздар дегім келеді. Біздің серіктестерден саған сыйлықтарымыз бар. Оксфорд Тим подарочный сертификат және Чакалев клуб осындай бонусный купон дейік. Спорттық басқармасынан саған осындай абонемент хоккейге барып тұрасың, және қызық семішкесінен осындай сыйлық. Рахмет сұхбатымызға келгеніңе. Көп. Маған бүгінгі сұхбат өте қатты ұнады. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет айтқым келеді. Барша көрермендерге өзімнің бір пайдамды, жақсы кеңестерімді айта алдым деген ойдамын. Жақсы информация айта алдым деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.